Алтыншы тарау ерік жігерді нығайтуға бола ма? Мүмкіндігінше Дэвид Блейн шеккен азапсыз. Дене қаншалықты азап шексе, рух соншалықты шаттанады. Дэвид Блейн философиясынан өмірінің бірнеше жылдығын Сирияның шөл даласында бағанада өткізген 5 ғасырдағы аскет Симеон Столпниктің уағызынан алынған. Дэвид Блейн құбылысына берілген ғылыми түсініктемені қарастырайық. Біз Блейн не істеп жатыр, оны не үшін істеп жатыр деген мәселені айтпаймыз. Психологтер үшін, тіпті психиатрлар үшін де бұл мүмкін емес. Ғажайып трюктерден бос уақытында өзінің айтуынша Блейн төзімділік өнерімен, яғни сиқырлық орнына ерік жігерін қолданатын ерліктермен айналысады. Ол Нью-Йорктың Брайант паркіндегі 20 метрлік құрылымның дөңгелек шыңында ені небәрі 55 сантиметр, сақтандырусыз 35 сағат тұрды. Таймс-сквердегі үлкен мұзда 63 сағатты ұйқысыз өткізді. Бір апта бойы биіктігі 25 сантиметрлік табытта тамақсыз тек су ішіп жатқан, ал кейінірек тағы да бір рет аштық жариялады. Оның нәтижесі жаңа Англия медициналық журналында жарияланды. 44 күнде 22 килограмм салмақ тастаған. Ол орналасқан мөрленген мөлдір қорап осы 44 күн бойы температурасы 0-45 градус аралығындағы Темза үстінде ілулі тұрды. Менің жеке тұлғалық өсуім әрқашан жайлылық аймағынан тыс өтеді, дейді Блейн. Азаптанушылық себептерінің барлығы біздің зерттеу аймағымызда не үшін тысқары екенін талдауға тырыспаймыз. Блейннің ерліктерінде бізді қызықтыратыны қалай деген мәселе. Ол мұндайға қалай төзеді? Бұл өмір сүруге қатысты эксперимент жүргізу ойында да жоқ. Көптеген адамдардың қызығушылығын тудырады. Егер сіз оның 44 күн туралы құпиясын білсеңіз ғой, бұл сізге кешкі асқа дейін шыдауға көмектесер еді. Оның бір апта бойы тірідей табытта жатып, қалай тірі қалғанын түсінсеңіз, онда бұл сізге бюджет мәселесіне қатысты 2 сағаттық жиналысқа төзуге ықпал етер еді. Ерік жігерді нығайту және оны ұстап тұру үшін Блейн нақты не істейді? Тыныс алуды кідірту бойынша әлемдік рекорд жасау әрекеті ойдағыдай болмаған кезде ол неліктен бірден бас тартпады? Ол 1 жыл бойы өкпеге таза оттегін толтырып жұтып, содан кейін су астында қимылсыз тұрып, өте аз энергия жұмсауға жаттықты. Блейн денені психологиялық және физикалық тұрғыдан толығымен босаңсытуды үйренді. Оның тамыр соғысы 50-ге дейін төмендеді. Кейде минутына барлығы 20 рет соғатын болды. Үлкен Каймандағы бассейнде жаттығу кезінде тынысын кідірткен бойда оның тамыр соғысы 2 есеге азайды, және ол еш қиналмастан басын 16 минут бойы су астында ұстады. Блейн әлемдік рекордқа 16 минут 32 секунд сәл жеткізбей судан шықты. Бұл кезде ол өте сабырлы көрінді, және ол ешқандай азап шекпегенін, тіпті өз денесі мен қоршаған ортаны тіпті сезінбегенін айтты. Ал 2 аптадан кейін Блейн әлемдік рекордты жаңарту ниетімен Гиннестің рекордтар кітабының сарапшыларының қатысуымен өтетін Опра шоуына келген кезде теледидар аудиториясы алдында өнер көрсету қиындықтарына байланысты кедергілер пайда болды. Бассейнде етбетінен жатудың орнына оның студиядағы аудиторияға үлкен шыны шардың ішінен қарағысы келді. Ол оттегін жұтқан кезде тігінен тұрған қалпын сақтау үшін аяғы шардың түбіне бекітілген. Ол аяқтың бұлшық етінің ширығуы тым көп энергияны қажет етеді деп қорықты. Нәтижесінде тамыр соғысы күшейіп кетіп, тыныс алғаннан кейін минутына 100 рет деңгейінде қалды, және төмендеген жоқ. Оның үстіне Блейн шарға тым жақын орнатылған монитордан өз жүрегінің соғысын естіп тұрды. Монитордың үздіксіз бипылы оның зейін қоюына кедергі келтірді және жүйкесін жұқартты. 2 минутта тамыр соғысы 130 рет болды. Блейн енді оны басқара алмайтынын түсінді. Сонан соң ағза оттегін пайдаланған кезде тамыр соғысы 100 деңгейінде тұрақтады.
Медитациялық рахат пен тыныштыққа батудың орнына Блейн үнемі өзінің тамыр соғысы жоғары екенін және ағзаға көмір қышқыл газы азаппен жиналатынын жете түсінді. Рекордқа апарар жолдың ортасында 8 минутта ол ештеңе шықпайтынын түсінді. 10 минутта саусақтарының ісінгенін сезінді. Ағза тіршілік үшін маңызды мүшелерге қанның баруын қамтамасыз ету мақсатында шеткері мүшелерден қан алды. 12 минутта оның аяғы дірілдеп, құлағы шыңылдады. 13 минутта ол қолының жансыздануы мен кеудедегі ауырсыну жүректі талдырады деген қорқынышта болды. Тағы 1 минуттан кейін ол кеуде тұсының қатты шаншығанын сезінді және демді ішке тартпауға әрең шыдады. 15 минутта оның жүрегі іркіліспен соқты. Тамыр соғысы 150, сонан соң 40. Одан кейін минутына 100-ден жоғары соғып тұрды. Сәл кешіксе жүрегі талатынын түсінген ол, өзі есінен айырылған жағдайда құтқарушылар шардан жылдам шығарып алу үшін аяқтарын бекіткіштерден босатты. Сәлден соң-ақ есінен танып қалатынына толық сенімді күйде беткі қабатқа жақындай бастады. Кенет ол аудиторияның құттықтаған айқай шуын естіді. Сол сәтте бұрынғы рекорд 16 минут 32 секундтың жаңарғанын түсінді. Ол сағатқа қарады да, келесі минуттың басына дейін шыдады. Ал судан 17 минут 04 секунд жаңа әлемдік рекордпен шықты. Бұл ауырсынудың мүлде басқа деңгейі еді деп әңгімеледі ол біраз уақыттан соң. Мен оны әлі сезінемін. Бейне бір әлдекім бар күшімен ішімнен ұрғандай болды. Дегенмен бұл оның қолынан қалай келді? Бұл машықтанудың нәтижесі дейді Блейн. Ол қиын жағдайда жеңіп шығуға деген сенім қалыптастырады. Машықтану туралы айтқанда ол тек тыныс алуды кідірту жаттығуларын ғана айтып отырған жоқ. Алдыңғы жылы мұнымен көп айналысқан болатын. Ол 1 сағат ішінде 48 минуттық кідіріс жасауға дейін жетті. Бірақ мұндай жаттығулардан кейін күні бойы басы қатты ауыратын. Күнделікті тыныс алу жаттығулары оның ағзасын көмір қышқыл газы жиналуынан болатын ауырсыну сезімдерінде үйретті. Алайда Блейннің 5 жастан бастап 30 жыл бойы жасаған басқа жаттығуларының маңызы да одан кем болмады. Ол ерік жігер машықтандыруды қажет ететін бұлшық дегенге бұрыннан сенімді еді. 11 жасында Герман Гессеннің Сиддхартха романын оқып шыққан Блейн ауыз бекітіп көруге шешім қабылдады және біртіндеп тамақсыз тек сумен 4 күнге дейін шыдауға дағдыланды. 18 жасында ол су және шарап ішіп, 18 күндік ораза ұстады. Өмірге қауіпті трюктермен кәсіби түрде өнер көрсете бастағанда, трюктерге дайындық кезінде сол әдістерді қолданды. Сонымен қатар алдағы қойылымға қатысы жоқ шағын рәсімдер жасады. Мен күрделі нәрсеге дайындалған сайын обсессивті, компульсивті бұзылыс сияқты бір нәрсеге ұшыраймын деген еді Блейн бізге, және алдыма көптеген қызықты мақсаттар қоямын. Шағын міндеттерді есте ұстау және оларды орындау іске асырылуы мүмкін болмайтындай көрінетін үлкен мақсаттарға жетуде өте пайдалы. Мен тек белгілі бір дағдыларды ғана машықтанып қоймаймын. Әрдайым өзің жоспарлағаннан да әрі бару үшін, қосымша қуат болу үшін әрқашан жағдайды одан әрі қиындатуға тырысу керек. Тәртіптің түйіні осында. Бұл қайталау және эксперимент дейді Блейн. Мүмкін Блейннің жетістіктері машықтанудың нәтижесі емес, туа біткен ерік жігердің айғағы шығар. Ал машықтану оның тәртіптілігінің жоғары деңгейін ғана растайтын болар. Мұндай машықтанудың қаншалықты тиімді болатынын түсіну үшін оны қасиетті сопыларды рольдік модель ретінде қарастырмайтын адамдарға сынап көру керек. Ерік жігерді машықтандыру. Жаттығу арқылы ерік жігерді нығайту идеясынан бастапқыда әлеумет танушылар көп үміт күткен жоқ. Баумастер зертханасындағы эгоның сарқылуы жөніндегі эксперименттерде қатысушылардың өзін-өзі бақылау деңгейі төмен болды, және мұндай жаттығулар ұзақ мерзімдік перспективада
ерік күшін нығайтуы мүмкін деуге негіз болған жоқ. Ғалымдар тобы эгоның сарқылуы туралы зерттеудің алғашқы нәтижелері жарияланғаннан кейін ерік жігерді дамыту жолдарын талқылау мақсатында бас қосты. Оны нығайтуға арналған жаттығуларды Марк Муррейбен эгоның сарқылуы туралы алғашқы эксперименттерді жоспарлаған және жүзеге асырған студент түлек және оның кеңесшілері Баумастер мен Дайан Тайс талқылады. Нақты ненің пайдалы болатынын ешкім білмегендіктен жорамалмен әрекет ету туралы шешім қабылданды. Яғни жаңа сапа пайда болу үшін әртүрлі қатысушыға әрқилы жаттығулар қолдану арқылы тексеріп көруді шешті. Бір айқын мәселе: спорт жарыстарына қатысушылардың бұлшықет массасы әртүрлі болатыны тәрізді. Сыналушылардың ерік жігерінің бастапқы деңгейі де түрліше болуы мүмкін еді. Осы факторды бақылау үшін ғалымдар күні бұрын өлшеу жүргізуді ұйғарды. Эгоның төмендеу деңгейін тексеру үшін алдымен студенттерге өзін-өзі бақылаудың негізгі тестінен өтуге қысқа тапсырма берілді. Олардың әрқайсысы үй жағдайында 2 апта бойы жаттығудың жеке бағдарламасын орындауға тиіс еді. Сонан соң зертханалық зерттеулердің келесі кезеңі көзделді. Мінезді тәрбиелеу үшін, дәлірек айтқанда, психикалық ресурстарды дамыту үшін әртүрлі жаттығулар қолданылды. Студенттердің тағы бір тобына келесі 2 апта ішінде дене бітімімен жұмыс істеуге тапсырма берілді. Олар бұл туралы еске алған кез келген сәтте денені түзу ұстауға тиіс еді. Студенттердің көпшілігіне бүкірейіп жүру тән болғандықтан өздерінің үйреншікті реакцияларымен күресу үшін көп энергия жұмсауға мәжбүр болды. Басқа топ өзін-өзі бақылауға ерік жігер және тиісінше энергия қанша жұмсалатынын көрсету үшін құрылды. Оларға осы 2 апта ішінде қалай тамақтанғанын жазып жүру тапсырылды. 3-ші топқа өзгерістердің көңіл күйіне әсерін анықтау ұсынылды. Олар 2 апта бойы жағымды көңіл күйде жүруге тиіс болды. Көңіл күйі нашарлаған жағдайда оны жақсарту үшін олар шұғыл шаралар қабылдауы керек еді. Мұндағы айрықша нәтижелерді алдын ала болжаған зерттеушілер деректердің статистикалық сенімділігін арттыру үшін топ мүшелерінің санын 2 есе көбейтті. Дегенмен ғалымдардың болжамдары ақталмады. Бірқатар бақылау тесттері бойынша 2 апта бойы эмоцияны бақылауды орындаған ең үлкен топтан ешқандай жақсы нәтиже байқалмады. Ретроспективті түрде оған таңғалудың қажеті жоқ. Өйткені эмоцияларды бақылау ерік жігерге тәуелді емес. Адам өзін ғашық болуға, айрықша қуаныш сезімінде болуға, немесе өз күнәсін сезінуді тоқтатуға мәжбүрлей алмайды. Эмоциялық реттеу әдетте, мысалы мәселенің мәнін өзгерту, немесе оған назар аудармау сияқты нәзік көзқарасты қажет етеді. Эмоцияны бақылауға машықтану ерік жігерді нығайтпайды. Дене сымбатымен жұмыс істеген және қалай тамақтанғанын жазып жүрген топтардың нәтижелері бойынша бұл жаттығулар пайдалы болып шықты. Тестілеуде осы сыналушылардың өзін-өзі бақылау деңгейі айтарлықтай артқаны анықталды және бақылау тобымен ешқандай жаттығу орындамаған салыстырғанда олардың жақсаруы статистика тұрғыда маңызды болды. Бұл таңқаларлық нәтиже еді. Ал ақпаратты егжей-тегжейлі талдаған соң қорытынды айқын және түсінікті болды. Яғни күтпеген жерден дене сымбатымен жұмыс істеген топтың нәтижесі үздік болып шықты. Кім-кімді де зеріктіретін тік отыр деген ескі ақыл кеңес қалай болғанда да әлдеқайда пайдалы екен. Бүкірейіп жүру әдетімен күрескен студенттер өз ерік жігерін нығайтты және дене сымбатына еш қатыссыз тестілеуде үздік нәтижелерге қол жеткізді. Эксперимент сонымен қатар күштің өзін-өзі бақылауы мен төзімділіктің өзін-өзі бақылауы арасындағы маңызды айырмашылықты анықтады. Эксперименттің зертханалық бөлігі жұмыс істеу ұзақтығын тексеруден басталды. Сонан соң психикалық энергиясын ағаю туралы ойламауға тырысу классикалық тестіне жұмсаған қатысушылар сарқылған ерік жігер жағдайында қалай болатынын тексеру үшін эспандермен жаттығуға оралды.
2 аптадан кейін дене сымбатына қатысты жұмысты аяқтаған соң зертханаға оралған сыналушылардың эспандермен жаттығуы кезінде де нәтижелері жақсара қоймады. Бұл олардың ерік жігерінің бұлшықеті нығаймағанын білдіреді. Дегенмен олардың төзімділігі артқан, оларды ақ аюмен шаршатуға талаптанғаннан кейін экспандермен жаттығудың екінші амалында олардың нәтижелері жақсарды. Дене сымбатын бақылаудың арқасында олардың ерік жігері бұрынғыдай тез әлсіремеді. Осылайша олардың бойында көптеген көлемді тапсырманы орындауға күш беретін төзімділік пайда болды. Дене сымбатына арналған 2 апталық басқа экспериментті байқап көруіңізге болады. Ең бастысы үйреншікті мінез-құлықты өзгертуге зейін қою. Қарапайым тәсілдердің бірі әдеттегі әрекеттерді үйреншікті емес жағдайда орындау. Көптеген әдеттер үнемі бір қолды пайдалануға байланысты. Әдетте оңқайлар әрқашан ешбір ойланбастан бірден оң қолын қолдануға ұмтылады. Ал сол қолға ауысып көру өзін-өзі бақылауды дамыту үшін жақсы жаттығу. Мысалы, сол қолыңызды тіс тазалауға, компьютер тінтуірін жылжытуға, есік ашуға және ыдысты ерніңізге апаруға қолдана бастаңыз. Егер бұл тым қиын болса, ең болмағанда күннің бір бөлігінде жасауға тырысыңыз. Машықтанудың тағы бір түрі адамның бойына әбден сіңген және қайта қалыптастыру үшін көп күш жұмсауды қажет ететін сөйлеу мәнерін өзгерту. Сіз сөйлеуді тек толық сөйлемдермен бастауға тырыса аласыз. Өз сөзіңізге жасөспірімдердің лексиконындағы анайы сөздерді қосуды тоқтатыңыз. Қысқа қайыратын жаргонды пайдаланбаңыз және заттарды әдеби тілмен атаңыз. Аха сияқты сөздің орнына я немесе жоқ сияқты сөздермен жауап беріңіз. Сіз сондай-ақ боқтау сөздерді қолдануды да тоқтатып көріңіз. Бүгінгі таңда көптеген адамдар осы сөздерді қолдануға тыйым салуды ескірген және мағынасыз деп санайды. Олардың пікірінше бәрі білетін, бірақ ешкім дауыстап айта алмайтын сөздер тобы қоғамға не үшін қажет. Бірақ кейбір сөздерді қолдануға тыйым салудың мәні оларды қолдануға деген құлшынысқа қарсы тұруда болуы мүмкін. Осы әдістердің кез келгені сіздегі ерік жігерді арттыра алады және темекіден бас тарту немесе бюджетті жоспарлауға көшу сияқты неғұрлым үлкен сынақтар алдындағы дайындық тәрізді. Дегенмен, аталған әдістерді ұзақ уақыт қолдану өте қиын болып көрінуі мүмкін. Айқын нәтиже бермейтіндей көрінетін айлалы жаттығулармен шұғылдану күрделі міндет. Ерік жігерді нығайту бойынша алғашқы эксперименттердің салдарын зерттеген ғалымдар осы жөнінде айтуда. Нәтижелер ғалымдардың ынтасын арттырды. Өйткені ерік жігер жеке тұлғаға айтарлықтай пайда әкелетін екі қасиеттің бірі. Екінші қасиет ақылды нығайту әзірге нәтиже бере қойған жоқ. Ғалымдар адамдарды белгіленген жаттығуларды орындауға мәжбүрлеу қиындық келтіретінін анықтады. Ерік жігерді нығайту үшін жаттығуларды таңдаудың пайдасы жеткіліксіз екені айдан анық еді. Керісінше, адамдардың орындағысы келетін жаттығулар қажет. Қарапайым күштен үлкен күшке көшу. Австралиялық психологтер Мэг Аутен мен Кен Чен ең сәтті әдістердің бірін жасап шықты. Олар өз өмірінің кейбір қырын жақсартуды қалайтын және оған көмектесуге болатын адамдарды жинады. Сыналушылардың жартысына дереу көмек берілсе, екінші тобы бақылау бөліміне қатысушыларға көмек кейінірек берілуге тиіс еді. Тестілеу және бақылау топтарына қатысушылардың мақсаттары мен тілектерінің сәйкес келуін қамтамасыз ететін бұл тәсіл күтетін бақылау тобы деп аталды. Көмек күткендер ерік жігерді нығайтуға арналған жаттығулар сияқты өлшемдер мен тестілеуден өтті. Жаттығулар белгілі бір мақсаттарға жетуге бағытталды және оң нәтижелерден дәмелену қатысушыларды жаттығуды орындауға ынталандырды. Тәжірибелердің біріне дене сымбатын жақсартқысы келетін,
бірақ дене шынықтырумен тұрақты айналыспайтын адамдар қатысты. Қатысушылардың бір бөлігі бірден фитнес-клубқа шақырту алды және эксперимент жасаушылардың бірінің көмегімен жүйелі машықтануға жоспар құруды бастады. Олар машықтанулар мен жаттығулардың есебін жүргізуге журнал арнады. Басқа топта оқу дағдыларын жетілдіргісі келетін студенттер жиналды. Көмек аясында олар эксперимент жүргізушілермен бірге ұзақ мерзімдік жұмыс жоспарын жасады және оны шағын міндеттерге бөлді. Оқу жоспары олардың міндеттемелерін ескере отырып жасалды, ал студенттер журнал және сабаққа күнделік арнауға тиіс болды. Ал тағы бір эксперименттік топта сыналушылар ақшаны басқару дағдыларын жетілдіруге талпынды. Олар эксперимент жүргізушілермен бірге бюджет және жинақтау жоспарын жасады. Шығындар туралы жазбалардан басқа сыналушылар үнемдеу мақсатындағы күресте, мысалы азғырушылықтан аулақ болу үшін дүкенге бармау, демалысқа шығудан бас тарту, жоспарланбаған тұтқиылдан жасалатын саудадан қашық болу тәрізді мәселелер бойынша өз әсерлері мен жетістіктері туралы күнделік жүргізуге тиіс болды. Бүкіл эксперимент барысында қатысушылар өздеріне өзін-өзі жетілдіру бағдарламаларына сәйкес келмейтіндей көрінген тапсырмаларды орындау үшін анда-санда зертханаға барып тұрды. Олар компьютер экранынан 6 қара шаршыны бақылауға тиіс еді. Олардың үшеуі аз уақыт жыпылықтады. Сонан соң барлық шаршы экранда әрлі-берлі қозғала бастады. Қатысушы 5 секундтан кейін бұрын жыпылықтаған шаршыларды тінтуірдің көмегімен көрсетуі керек болды. Оны орындау үшін жыпылықтаған нысандарды ойша белгілеп, олардың экрандағы қозғалыстарын бақылау қажет еді. Оған жақын орналасқан теледидар қосымша кедергі келтірді. Онда Эдди Мерфидің күлкілі нөмірі көрсетіліп, көрермендердің қатты күлкісі естіліп тұрды. Оған алаңдаушылар шаршылардың қайда қозғалғанын таба алмай қалуы ықтимал еді. Зерттеуге қатысушылар бұл тесттен 2 рет зертханаға келе салысымен, яғни бойларындағы тың күшпен және біраз уақыттан кейін ерік-жігер әлсіреген кезде өтті. Нәтижелерді модельдеу осындай эксперименттерге сәйкес болды. Ерік-жігердің әлсіреуінің әсері қарсылық көрсету, яғни екінші тест арқылы кәдімгідей жақсы көрсеткіштерге қол жеткізілді. Осылайша жаттығулар адамдарға ерік-жігер сарқылған жағдайда нәпсіге қарсы тұруға мүмкіндік бере отырып, олардың төзімділігін арттырды. Сыналушылардың өз мақсаттарына жетуде де ілгерілеушілік болғаны таңғаларлық емес. Фитнес бағдарламасына қатысушылар физикалық тұрғыдан нығайды, ал оқу пәні бойынша жұмыс істегендер жақсы оқи бастады. Қаржы басқару саласындағылар ақшасын көбірек үнемдеді. Оларды басқа салаларда жетілдіру жағымды жайт болды. Студенттер спорт залына жиі бара бастады және шығынды азайтты. Ал фитнес пен қаржы басқарумен айналысатындар оқуға зейін қоя бастады. Өзін-өзі бақылауды бір салаға қолдану өмірдің басқа қырларының жақсаруына әсер етті. Сыналушылар темекі шегу мен ішімдік ішуді азайтты. Олар енді үйді таза ұстауға көбірек көңіл бөлді және шешім қабылдауды кейінге қалдыруға мойын сұнуды азайтты. Кейбір қатысушылар өздерінің ашуға берілгіштігін басқара алатынына туралы хабарлады. Бұл шытырман жаңалық Аутеннің солтүстік батыс университетінен Элли Финкельмен және басқа бірнеше әріптестермен бірге отбасылық зорлық-зомбылық бойынша жүргізген кейінгі зерттеуінде тексерілді. Зерттеушілер адамдар арасында құрметтемеушілік немесе көзге шөп салу сияқты әртүрлі жағдайларда өз жұбына қатысты зорлық-зомбылық, ұрып-соғу немесе қару қолдану, солай жасауға көзқарастары туралы сауалнама жүргізді. Сонан соң сыналушылар ерік-жігерді нығайтуға арналған жаттығулар жасады. 2 аптадан кейін оларда өздерінің бұрынғы нәтижелерімен және бақылау тобымен салыстырғанда да өз жақындарына қатысты зорлық-зомбылыққа бейімділіктің төмендеу үрдісі байқалды. Өз өмірінің нақты бір бөлігін жақсартумен мақсатты түрде айналыса отырып, адамдар мақсатты машықтанумен байланысы жоқ басқа салаларда үлкен жағымды өзгерістерді еріксіз бастан кешті. Зертханалық тестілер бойынша ерік-жігердің деңгейі көтерілді және бірден сарқылған жоқ. Бен Франклин мен
Дэвид Блейннің жеке эксперименттері негізінде өзін-өзі бақылаудың бір түріне зейін қою басқа салаларда да өз нәтижесін бере алады. Алайда өзін-өзі бақылауды қайткен күнде де Франклин немесе Блейннің деңгейінде бастау қажет емес. Өйткені өзіңіз нәтижеге жетуге ынталы болсаңыз, сіздің ерік-жігеріңіз ең болмағанда машықтану кезінде өседі. Ал сонан соң ше, өзіндік тәртіпті ұзақ уақыт тұрақты ұстану соншалықты қиын ба? Дэвид Блейннің эксперименті осы тұрғыда да ғибратты. Ең күрделі трюк. Дэвид Блейн мен ерік-жігер саласындағы ғылыми зерттеулерді талқыламас бұрын, ол үшін ең қиыны қандай трюк болғанын сұрадық. Бұл сұраққа жауап берудің оған оңайға соқпағаны анық. Опра шоуында 17 минут бойы демді ұстап тұру өте қорқынышты болды, бірақ ұзаққа созылмады. Қорқыныштың ұзақтығы тұрғысынан оған 35 сағат болғанда тұрудың ақырғы кезеңін, яғни галлюцинациямен күресу және естен тану, және 8 қабат биіктіктен құлау алдында болған сәтті жатқызуға болады. Ал азап шегудің ұзақтығы бойынша бұл аз сусыз Темза үстіндегі мөлдір қорапта өткізген 44 күн болды. Ол еркіндікте тамақтанып жүрген адамдарды бақылаумен бірге ерік-жігер жеткіліксіз болғанда деген ұран жазылған Duracell батареяларының жарнамасында қарап жатты. Ол жарнаманы қалжың ретінде қабылдауға талпынғанымен бірте-бірте бұл қиындай түсті. 38-ші күні аузымда күкірттің дәмі пайда болды. Яғни ағза ішкі органдарды тұтына бастады деп еске алады Блейн. Ауырмаған жерім жоқ. Өз ағзаңыз өзіңіздің бұлшықетіңізді жей бастағандағы сезім бейне бір қолыңа пышақ сұққанмен бірдей екен. Блейннің айтуынша ең қиын трюк 63 сағат мұзға қамалу болды. Таймс сквердегі 6 тонналық тау мұзының ішінде бекіткенде мұз оның бетінен 1 сантиметр қашықтықта болды. Өзіне тән емес клаустрофобия әсер еткен ол бірден тоңа бастады. Келесі 3 күн бойы осы қалыпта тоңып жатты. Оған қоса ауа райының мезгілсіз жылуы да қолайсыздық тудырды. Еріген мұз оны Қытайдың су азабына ұшыратты. Тамшылаған су оның желкесі мен арқасына ағып жатты. Ол әрі қарай жылжи алмады және үсік алудан қорыққандықтан ұйықтай да алмады. Прайм таймдағы телебағдарламаның арнайы шығарылымы оны камераға түсіру арқылы тұтқыннан босатуға тиіс. Соңғы күннің басты проблемасы осы ұйқысыздық болды. Мен жағдайым жақсы емес екенін түсіне бастадым, дейді Блейн. Ішкі органдарым жұмыс істемеген кездерде болған, бірақ моральдық азаптан жаман ештеңе жоқ екен. Мен көз алдымда мұздың ар жағынан қарап тұрған жігіттен сағат неше болғанын сұрадым. Ол сағат 2 деді. Мен өзіме, бұл әзір бітпейді, әлі 8 сағат дедім. Мен өз-өзіме 6 сағат қалған кезде бұл онша қиын болмайды. Сондықтан келесі 2 сағатта барынша шыдауым керек дедім. Осылай уақытты ауыстыру техникасы трюктерге көмектеседі. Мен осы 2 сағаттың өтуін асқан төзімділікпен күттім. Дауыстарды естіп жаттым. Мұзға қатқан адам денелерінде көрдім. Мен бұл ұйқысыздықтан болатын елестер екенін түсінбедім. Не болып жатқаны түсініксіз. Өзің ояу болғандықтан мұны шынайы көрініс деп ойлайсың. Ол әйтеуір прайм таймдағы босату уақытына дейін шыдап бақты. Бірақ соншалықты шаршаған, әлсіреген, әрі қалжыраған оны жедел жәрдем көлігімен алып кетті. Біз Блейнмен Гринвич Виллидждегі пәтерінде сұхбаттасқанда ол трюкааралық режимде екен. Ол қазір ғана қысқа, өз өлшемі бойынша қойылымды аяқтады. Яғни ашық теңізде қорғаныссыз бірнеше күн күніне 4 сағат акулалармен өткізген. Блейн Атлант мұхитын шыны бөтелкемен жүзіп өтуге жоспар құра бастады. Бірақ бұл әлі де түсініксіз еді. Ол еркін демалып салмақ қосты. Сіз мені тәртіпке мүлдем қарама-қарсы ұстанымда жүргенімде кезіктірдіңіз, деді ол. Мен 5 күн дұрыс тамақтанамын, сонан соң 10 күн кез келгенін жеймін. Немесе 10 күн дұрыс тамақтанамын, ал келесі 20 күнде талғаусыз ішіп жеймін. Алайда дайындық уақыты келгенде, машықтану қажет кезде
барлығы маңызды болады. Мен жүйелі түрде аптасына 1,5 килограмм немесе айына 6 килограмм салмақ тастаймын. 5 айдан кейін мен толығымен өзгеремін және менің тәртібім де қайтадан жоғары деңгейде болады. Бұл таңғаларлық. Мен тәртіпке бағынамын. Дегенмен анда-санда мен одан толығымен бас тартамын. Блейн теңізде акулалармен қатар жүзе алады. 17 минутқа демін кідірте алады. Бірақ күнделікті өмір оны қажытады. Оның мұздағы ерлігі әлемдік рекордқа айналды. Бірақ Гиннестің рекордтар кітабына енгізілмеген. Өйткені Блейннің қажетті қағаздарды толтыруға мұршасы болмаған. Уақыты болса да, ол уақытты созып жүрді. Ол Лондонда 44 күн бойы ас сусыз өткізді. Бірақ қазір тоңазытқыштағы тамақтың жанынан өтіп кетуге ерік-жігері жоқ. Тамақта, оқуда және тиімді жұмыста тәртіпке мой ұсынған өмір салтын ұстану қазіргі сәтте неліктен қиын? Жауап: онда мотивация жоқ. Көпшілікке де, өзіне де ештеңе дәлелдеу қажет емес. Қалаған кезде өзін басқара алатынын өзі де, өзгелер де біледі. Және қойылымдар арасында оның еркімен демалуын ешкім кінәлай алмайды. Таңғаларлық ерік-жігері бар екеніне қарамастан, біз душар болатын проблеманы Блейн де бастан кешеді. Өзін-өзі бақылаудың ең зор міндеті өзіндік тәртіпті 1 күн немесе 1 апта емес, жылдан жылға тұрақты ұстану. Оған тіршілік үшін күрестегі басқа шебердің амалдары қажет болады.